Мінекей бүгін керемет мясо по-тайски жасадым. Өте бір жақсы бір тағам болып шықты. Дәмі де керемет. Сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. Күшті, керемет болды. Тамағымыз ас болсын. Мінекей майымыз қызды. Етімізді сала береміз. Мінекей етіміз де қуырылып болды. Енді пияздарды салып береміз. Сәбізін сабатымыз. Мінекей сәбізін де өлтіріп қуырып алдық кішкене. Енді мұны тәтті бұрыштарымызды. Кішкене қуырып аламыз. Пекинский капустамызды да салып бердік азырақ. Колонкаға тұқтырып. Мінекей енді томатный пастамызды қоса саламыз. Мінекей чесногын. Сосын мынау зеленді сала салайын деп тұрмын. Сразу суды жіберейін деп тұрмын. Бір кесе су құйдым, жетеді су. Өздеріңіз көріп тұрғанда мына асқа кішкентай қазанға май қыздырып алдым. Енді соған біз күріш салатымыз. Мінекей күрішімізді сол қызып атқан майымызға салып, кішкене болса да 5 минутқа бір қыздырып қуырып алайын деп тұрмын. Неге десеңіздерші, өйткені мынау кішкене майға қуырып алған кезде күріш былай піскен кезде дара бір-біріне жабыспай, әдемі болып сондай шашпа не болып шығады, күріш болып шығады. Сол үшін соны негізі майға қуырып алу керек, сондай шашпа күріштер үшін. Мінекей подливымыз дайын болды. Енді өшіріп қойып қоямыз. Күрішіміз қазір дайын болғанша. Мінекей күрішіміз де дайын болды. Әдемі болып пісті.